Қатын, тамағың дайын ба деп айқайлап кірме да үйге. Нап телефон көтермейсің деп айқайлап кірме. Тірісіңдер ма өзі деп дауыс көтеріп. Жоқ, олай емес. Үйге қалай кіреміз? Алланың көркем есімімен кіреміз. Ана ручканы ұстаған кезде бисмилля деді. Сөйтіп бисмиллахир-рахманир-рахим, ассаламу-алейкум деп Алланың көркем есімімен сөйтіп кіру керек үйге. Алланың рахман-рахимін айтып кірген адамға бұл отбасыңызда баракат болады енді. Шайтан подъезде қалып кетті енді иншалла. Өйткені қай жерде Алла ұлықталған жер болса, рахман-рахим айтылған жерде ібліс өз жерге кіре алмай қалады. Шайтан бірге қосақтасып келді негізінде. Қазір бұның отбасында мен қазір бір ойран шығарам. Қазір ана әйел телефон көтермеген еді, или бұл көтермеген еді. Әйел күтіп отырар жақта қазір ортасынан тастайып не екенін, ай басталады деп тұрған еді. Сіз оның несін бұзып жібердіңіз.